Қайырлы күн ата-аналар, достар, балақайлар. Біздер мына кітап бойынша 6-шы сабаққа келдік. Бүгін бізде соңғы 4 әріпті өтеміз. Әріптерді алдымен атап шығайық. Q, W, Y, Z. Q, W, Y, Z. Суреттерге қараймыз. A squirrel, a squirrel, a squirrel, тиын. A wolf, тездетіп жазамыз. A wolf, a wolf, қасқыр. A zebra, a zebra, a zebra, zebra. A boy, a boy, a boy, бала. Так, үстіп сөздерді айтамыз, әріптерді қайталаймыз, әріптерді балаға жазып береміз. Y, Z, a boy, a wolf деп. Содан кейін бізде мәтін кетеді. Мәтінді оқып аудармастан бұрын біздер жаңа сөздерге назар аударамыз. Бірінші әріптер мен дыбыстар. Q мен U әріпі Q деген дыбыс берді. Q мен U әріпі Q деп оқылып тұр. Мысалы, squirrel, squirrel. Ал Z әріпі Z дыбысын береді. Ал енді жаңа сөздерге назар аударамыз. 6. A boy, мальчик, бала. A wolf, волк, қасқыр. A zebra, зебра. A squirrel, белка. 2, 2. Міне біздің оқушымыз 5-ші сыныптағы сөздерді әлі жазып отыр. 6-шы сабақ бізде қайталау болды. Ал мынау кітап бойынша 6-шы сабақ, бірақ бізде 7-ші сабақ болып есептеледі. Ал енді кеттік жаңа сөздерді оқып аударамыз тексті. A wolf and a squirrel. A wolf and a squirrel. Қасқыр және тиын. Волк и белка. A squirrel and a fox. A squirrel and a fox. Тиын және түлкі. A zebra and a wolf. A zebra and a wolf. Зебра және қасқыр. Зебра и волк. A boy and a gun. Gun. A boy and a gun. Бала және мылтық. Мальчик и оружие. Ружье. A fox and a hen. A fox and a hen. Түлкі және тауық. A fox and a hen. A wolf and a fox. A wolf and a fox. Қасқыр және түлкі. Волк и лиса. A lamp, a vase and a cup. A lamp, a vase and a cup. A hat and a cap. A bat and a squirrel. A boy and a cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kittens. Right. 3 boys, 4 boxes. Жақсы, тексті оқыдық. Осылай етіп балаға бірнеше рет оқытамыз. Қайтадан мына суреттерге назар аударамыз. Суреттегі заттарды ата. A squirrel, a wolf, a zebra, a boy. Келесі тапсырма сөздерді оқып аударамыз. A cat, a kitten, a dog, a bat, a rat, a hen, a pig. Ойбай, мынау не деп кетті?
Так, достар, бізде кішкене ақаулар болып жатыр. Қараймыз сөздерге. A cat, a kitten. A cat, a kitten, a dog, a bat, a rat, a hen, a pig, a wolf, and a squirrel. A bat, a wolf, a fox, and a squirrel. A cup, a hat, a cap, a pen, a bat, a vase, a box. Say 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бұл жерде бізде жаңа сөз, новое слово say, скажи, скажите, айтыңдар. Say 6, Корки. Say 6. Скажи 6. 6. Say 5. 5. Say 4. 4. Okay. Ал енді Айкүркемен бірге өтеміз. Squirrel, Squirrel. a wolf, A wolf. a zebra, A zebra. a boy. A boy. Q, Q. W, W. Y, Y. Z. Осымен біз алфавитті аяқтаймыз, е? Қандай әріп мынау? Z. Y. W. Q. Q, молодец. Okay. Now, read the text, please. Yes. A wolf, A wolf. And a squirrel. squirrel. Қайтадан оқимыз. A wolf. And a squirrel. Okay. A squirrel. Squirrel Squirrel. and And a fox. mhm, A zebra and a wolf. A boy and a gun. mhm, A fox and a hen. mhm. A wolf and a fox. Mhm. A lamb. Mhm. A vase and a cup. Mhm. A hen. Hey. A hat and a cup. Cap. A bat and a squirrel. Mhm. A boy and a cup. Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. 2 kittens. Mhm. 3. 3 boys. Mhm. 4 box. Boxes. Boxes. Box деген сөзді көпше түрге айналдырғанда біздер оған S жалғауын жалғауымыз керек, е? Бірақ бұл X әрпіне аяқталып тұрғандықтан біз оған ES жалғаймыз. Және X-тан кейін ES is деп оқылады. Boxes. 4 boxes. 4 boxes. Окей. Q мен U әрпі бірге Q деп оқылып тұр. Squirrel. Squirrel. Z. Z әрпі Z дыбысын береді. Okay, new words, новые слова, жаңа сөздер. 6. 6. 6. A boy. A boy. Мальчик. A wolf. A wolf. Волк. A zebra. A zebra. A squirrel. Squirrel. Белка. 2. 2. 2. Окей, теперь читаем с переводом, да? Без сами переводим, да? Өзіміз аударамыз ба, әлде оқисың ба? Өзің аудара аласың ба, білесің ба барлық сөздерді? Yes. A cat, a kitten, a dog,
a bat, a rat, a hen, a pig, a wolf, and a squirrel. Перевод. Аудармасы. Кошка, котенок, собака, летучий мышь, крыса, как это? Я уже забыл. Hen, курица. Курица, свинья, волк и белка. Окей. A bat, a wolf, a fox, and a squirrel. Squirrel. Летучий мышь, волк, лиса и белка. A cup, a hat, a cat, a pen, a bed, a vase, a box. Чашка, шляпа, кепка, ручка и кровать, ваза, ящик. Это Say. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Скажи 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодец, өте жақсы оқыдың, өте жақсы аудардың, жарайсың. Осымен біз кітап бойынша 6-шы сабақ, бірақ біздің өтіп жатқан сабағымыз бұл 7-ші, иә? Сонымен біз алфавитті бәрін аяқтадық. Келесі видеода тағы да қысқа тапсырмалар орындаймыз.